Ассалаумағалейкум оқырмандар, бүгін осындай салат дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге кукуруз, қияр, колбаса, майонез және жұмыртқа қажет болады. Барлық ингредиенттерді ұзынша етіп, кесіп алатын боламыз. Жұмыртқамызға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін аз мөлшерде табамызға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Яғни біздің жұмыртқамыз жұп-жұқа болуы қажет. Жұмыртқаны да дәл солай ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді кесіп алған соң, осылай шұңғыл ыдысқа салып алатын боламыз. Одан кейін кукуруз бен майонезімізді қосып, және шым-шым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, тез әрі оңай жасалады. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Маған өте қатты ұнады, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассаляму алейкум.